Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмді үгіліп тұратын песочный печеньенің рецептісін ұсынатын боламын. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Менің видеом ұнап жатса, достарыңызбен де бөлісіп қойыңыздар. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға қопсытқышымызды қосып, мұздатқыштан алынған сары майымызды үккіштен өткізетін боламыз. Майымызды ұнға ауната отырып үккіштен өткіземіз. Майымыздың майлылық проценті жоғары болуы қажет. Сол кезде ғана біздің печеньеміз үгіліп тұрады. Менің пайдаланған майым 82,5%. Мінеки барлығын үккіштен өткізіп алғаннан кейін қолымыздың көмегімен немесе өз ыңғайларыңызға қалай шанышқымен де араластырсаңыздар болады. Біраз араластырғаннан кейін екінші ыдысымызға қантымыз бен жұмыртқамызды жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап араласқан массаны ұнымыздың үстіне қосып қамыр илейміз. Барлық қосқан заттарымның өлшемдерін видеоның астында описанияда жазып өтетін боламын. Артық ұнның қосудың қажеті жоқ. Қолыңызбен илей берсеңіздер, өзі бізге қажетті қамыр шығады. Мінеки біздің қамырымыз дайын болып қалды. Барлық қамырымыз біріккеннен кейін қамырымызды целлофановый мешочкқа салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа қоя тұрамыз, холодильникке. Жарты сағат холодильникке дем алған қамырымызды алып, өз ыңғайларыңызға қарай бөлшектерге бөліп алсаңыздар болады. Мен 3-ке бөліп алдым. Әрбір бөлшектен домалақтарды жасап, оқтаудың көмегімен қатты жұқартпай қамырымызды жайып аламыз. Үйіңіздегі бар кез келген формамен кесіп алсаңыздар болады. Форма жоқ болса, стаканның көмегімен домалақ немесе пышақтың көмегімен төртбұрышты қылып кессеңіздер де болады. Енді осы кесілген печеньеларымызды қантқа аунатып алсаңыздар да болады. Мен жартысын қантқа аунаттым, жартысын қант пен макты араластырып, соғанда аунатып алдым. Дәл видеода көргендеріңіздей бір-бір аунатып алып, противеньға жайып алдым печеньеларымды. Барлық қамырымды осылай кесіп алғаннан кейін қызып тұрған пешімізге 180 градуста печеньеміз қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мінеки біздің печеньеларымыз пісті, өте дәмді көрінеді. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Арнамда әлі талай дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Ас болсын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.